Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге осындай пышный болып шығатын дөп-дөңгелек бауырсақтың рецебін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Керек заттар: жылы су, куркума, дрожж, майонез, сұйық май, құмшекер, тұз, ұн қажет болады. Алдымен жарты литр осындай 500 грамм жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Оған шай қасықпен 1,5 шай қасық ашытқымызды саламыз. Ашытқымызды салып, алдымен араластырып аламыз. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Тағы да 1,5 шай қасық құмшекерімізді салып араластырамыз. Майонезден шай қасықпен 1 қасық саламыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды ас қасықпен 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Осылардың барлығын араластырып алып, ендігі кезекте куркумамызды саламыз. Қыздар, бұл куркума өз қалауымызша бұны салмасақ та болады. Көз мөлшермен шамалы ғана, бауырсағымыз сарғайып тұруы үшін. Мұнда менде бөлек ыдыста осындай кесемен өлшеніп алған 3 кесе ұн. Шамамен 800 граммдай ұн болады. Мен сіздерге толық рецепті видеоның астына қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз. Осылайынан 1,5-2 кесе ұнымызды салып алып, алдымен қасықпен араластырып, барлығын араластырып аламыз. Одан соң қалған ұнымыздың барлығын саламыз. Барлығын салып, осылай қолымызбен қамырымыз біркелкі болғанша иілейміз. Міне қыздар, қамырымыз біздің осындай қолға жабысқақ болып шығуы тиіс. Өте қатты қамыр болмайды. Осындай жұмсақ, қолымызға жабысып тұруы керек. Енді осы ыдысымыздың бетін жауып 30-40 минутқа қалдырамыз. Ашыған қамырымызды бір қайтарып илеп қоямыз. Құрғақ қолдарыңызбен или кішкене қолдарыңыз майлап илесеңіздер де болады. Енді осы қамырымызды тағы да 30 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Міне қыздар, қамырымыз ашыды. 2 қайтара ашыттық. Ұнның көмегімен осылайынан барлық қамырымызды түсіріп алып 3 бөлікке бөлеміз. Үлкен 3 күлше қамыр шығады. Қыздар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге қажетті деген көптеген рецептермен бөлісемін. Осы бөліп алған 3 қамырымызды күлшелеп қойып, бір күлшемізді ұнның көмегімен жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 1-1,5 сантиметрде болады. Қыздар, қамырды өте жұқа етіп жаймаймыз. Барлығы видеода көрсетілгендей. Менде осындай арнайы бауырсақ кесуге арналған домалақ форма. Осындаймен кессеңіздер де болады. Или болмаса кесемен, или төртбұрыштілеп кесіп алсаңыздар да болады. Міне қыздар, қамырымыз осындай. Қалыңдығы осындай өте жұқа емес, қалың емес, орташа ғып жайып аламыз. Осылайша барлық бір күлшенің барлығын дөңгелетіп алдым. Қалған жегінде артылып қалған қамырларын қайта біріктіріп, оларды төртбұрыштілеп қуырып алдым.
артылып қалмас үшін. Қыздар, осылай қызып тұрған майға, қатты қызып тұрған майға бауырсақтарымызды қуырып аламыз. Қыздар, отымыздың астын баспаймыз, қатты ашып қоямыз. Майымыз қызбай қалса, онда бауырсақтарымыз қатырлап, қатты болып дұрыс піспей қалады. Міне, бауырсақтар қарасаңыздар қалай үлкен болып, шарик болып үрленіп жатыр. Осы қызарған бауырсақтарымыздың екінші бетін аударып, келесі бетін пісіреміз. Қыздар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сөзсіз осылай күшті бауырсақтар шығаратыны. Осылай піскен бауырсақтарымызды арнайы салфетканың үстіне алсаңыздар да болады. Міне, қыздар, қалай шарик болған бауырсақтарымыз. Осылайынан барлық бауырсақтарымызды шет-шетінен қуырып аламыз. Қыздар, менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздерге ең қажетті деген, тексерілген рецепттермен бөлісемін. Міне, бауырсақтарымыз өте күшті, керемет. Бестің шайын аз жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ортасы барлығы толық піскен, өте жұмсақ, күшті болып шығады. Осы рецепт бойынша 2-3 есе ұлғайтып жасай берсеңіздер болады. Қонаққа, дастарханға қойғанға өте күшті. Жұмыртқасыз, сүтсіз, қып-қызыл, сап-сары, әдемі болып шығады, қыздар.